Ақтауда мамандық мәртебесін түсіндіруге бағытталған маңызды шара басталды. Ол Baby Skills жобасы. Қазір оның 3-ші кезеңі жүріп жатыр. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға таңдаған болашақ мамандығы туралы ақпарат беріп, оның қыр-сырына қанықтырып, қызықтыру бұл жобаның басты мақсаты. Жалпы бұл жобаға облыстағы балабақшалардан 37 бала, мектептен 60 оқушы қатысып жатыр. Ал бүгінгі сайыста 6 бүлдіршін өз шеберліктерін көрсетті. Кішкентай кәсіптік сала мамандармен танысып қайтқан әріптесім Мөлдір Батырбай баяндайды. World Skills жұмысшы мамандығының мәртебесін арттыруға бағытталған қозғалыс. Оның тарихы осыдан 74 жыл бұрын Испаниядан басталды. Ал 2014 жылы Қазақстан халықаралық World Skills қауымдастығының 70-ші мүшесі болды. Сол жылдан бастап облыста да осы чемпионат өткізіліп келеді. Биыл бірінші рет 5-6 жастағы балабақша тәрбиеленушілері мен 6-9-дағы мектеп оқушыларына арналып Baby Skills жобасы ұйымдастырылды. Жобаның негізгі мақсаты ерте бастан балаларға кәсіби бағдар беру. Бала кім болғысы келеді? Өзін болашақта кім ретінде көреді? Біз сәби бүлдіршіндерден бастап балалардың мамандыққа деген қызығушылығын, өзін кім ретінде таниды, кім болғысы келеді дейтін жобамен бастап отырмыз. Чемпионаттың бізге берері өте көп. Біз жерде балабақша, мектеп, колледж ортасындағы бір-біріне деген сабақтастық алып жүреді деп ойлаймын. Жобаға қатысқан 6 бүлдіршін болашақ мамандығын қазірден бастап таңдап қойған. Мәселен, Жазира Наубайшы, Аминат кондитер, ал Зере Шаштарас стилист болғысы келеді. Көркем балабақша тәрбиешісі Кира мерчендайзер, ал Раяна дизайнер боламын дейді. Балақайлардың барлығы мамандық таңдаудың жауапкершілікті талап ететін маңызды екенін жақсы түсінеді. Балабақша тәрбиеленушілері ақпан айынан бері кәсіби мамандардан білім алды. Кәсіпке қатысты дағдыларды меңгерді. Солардың бірі Раяна Гилман. Арманы қыз-келіншектерге арнап ерекше көйлектер тігу. Мен өскенде дизайнер тігінші болғым келеді. Көйлекті жасау үшін орамалды, түйреуіштерді, белбеу және әшекей бұйымдарды пайдаландым. Жасым 5-те болса да болашағым жарқын болатынына сенемін. Жобада әр бала өз мамандығын неліктен таңдағанын түсіндірді. Үйренгендерін іспен дәлелдеді. Бірі тәтті бәліш әзірлесе, енді бірі көйлекке түрлі түсті әшекей тағып сәндеді. Baby Skills'те қабілетін шыңдаған балалар үздік маман атанды. Чемпионатта 6 құзыреттілік бойынша өтті. 6 құзыреттілікті біз презентация түрінде көрсеттік. Себебі биылғы жылы біз жобаны бастап отырғандықтан бірінші осылай презентация түрінде көрсетіп, келесі жылдан бастап толықтай 3 бала, 6 балаға қатыстырып, сондай жобаны дамытпақшымыз. Жылда енді осы ерте кәсіби бағдар беруге байланысты біз енді осы мектепке дейінгі ұйымдардан бастап балаларды сол мамандық таңдауға үйретейік деп жатырмыз. Осылайша кішкентай кәсіп иелері мамандық таңдап келешегіне бір қадам жасады. Енді олар қабілетін дамытуды тоқтатпақ емес. Әрқайсысы өз саласының білікті маманы болу үшін осы бастан дайындалып жатыр. Айта кетейік, мамандық фестивалі сәуір айының соңына дейін жалғасады. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.